Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Ағайын, амансыздар ма? Қанша күннен бері менің жекеме де жазып жатыр, комментарийларда келіп жатыр. Шерзат туралы айт деп маған бұйрық беріп кәдімгідей ше. Қаржаубай туралы неге үндемей отырсың сен деп. Талғардағы жағдайды айт деп кәдімгідей менің бір әке шешем құсап маған ұрсып тұрып сөйлеп жатыр да. Ағайын, мен сұрақ қояйыншы, мен айтқаннан бірдеңе өзгере ма? Ағайын, мен айтқаннан бірдеңе өзгеретін болса, мен 2,5 жылдан бері неше түрлі нәрсе айтып жүрмін. Дым өзгерген жоқ, ағайын. Мен айтқаннан ештеңе өзгермейді, осыны біліңіздер. Сосын мені жан-жаққа жұлмалап тарта беруді қойыңыздаршы, өтініш. Анау келеді, исламға тартады, мынау келеді, тәңіршілдікке тартады. Екіншісі келеді жаңағыдай Украинаны қолдауға, төртіншісі келеді Ресейді қолдауға тартады. Біреу кеп саясатқа тартады, біреу кеп кухонный оппозицияға тартады. Ағайын, мен олардан хабарым жоқ адаммын. Түсінесіздер ма? Мен ол жаққа мінбеймін, бармаймын, керек емес маған ол дүние. Мен Шерзатты айтатындай не айтам? Мен ол жерде болған жоқпын. Анау бір ақпарат береді, мынау бір ақпарат береді, мысалға алатын болсақ. Провокация деген толып жатыр. Ана жақтан шықтық 67 мәшіне, мына жақтан 140 мәшіне шықтық, міне Талғарға баратық дейді. Сіккен әңгіме бәрі, жоқ ештеңе. Провокация әшейін. Мен осындай провокацияның артынан жүруім керек па, ағайын, сіздердің ойларыңыз бойынша? Қойыңыздаршы. Сөздің ашығын шаршап кеттім мен, ағайын. Жаза бермеңіздер Талғар туралы, мен айтпаймын, мен себебі ештеңе білмеймін ол туралы. Жарай ма? Подписка жасайсыздар ма? Ассалаумағалейкум, жолдарыңыз болсын. Мен бірақ өзім білмейтін жерге мен араласа алмайды екенмін. Мен ондай санасыз емеспін, ағайын, ренжімеңіздер, кешіріп қойыңыздар. Содан кейін жаңағыдай, мынау Шерзатты айтып, Талғардағы жағдайды айтып, жаңа өзінің оқырманын жинап жүрген блогерлар бар ғой, ағайын, мен ондай бола алмаймын. Өлімді айтып, оқырман жинамай-ақ қойдым, сөздің ашығы. Ол өліммен мен хайпауат етпей қойдым. Аман болайық, ағайын, дұрыс жағынан түсінесіздер деп ойлаймын.